Сәлематсыздар ма оқушылар? Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Абай атындағы жалпы білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Омарова Жаңагүл Дүйсенбаевна. Қазақ тілі 11-ші сынып. Бөлім атауы экология, ядролық және мұнай өндірістері. Құрметті оқушылар, алдыларыңызда тұрған суреттерге қарап, тақырыпты болжаңыздар. Суреттерді мұқият көрсеңіздер, тақырыпты дұрыс болжадыңыздар деп ойлаймын. Тақырыбымыз Қазақстан ядросыз әлем қозғалысының көшбасшысы. Бүгінгі сабақта мәтінде көтерілген мәселені автор позициясын талдай отырып, негізгі ойды анықтаймыз. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білеміз. Белгілі бір тақырып аясында тілдегі көркемдік құралдарды орынды пайдаланып, көркемдеу, айшықтау, дәлелдеу сөздерді сұрыптайып білетін боламыз. Олай болса, мәтінді мұқият тыңдайық. 1949 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигонында алғашқы сынақ жүргізіліп, плутоний заряды жарылды. Бұл КСРО-дағы алғашқы атом бомбасының сынақтан өткізілуі еді. Семей полигонын КСРО өзінің ядролық қаруының шама-шарқын тексеріп көру мақсатында ашқан болатын. Ол үшін 18 миллион гектар жер бөлінді. Сол кездің өзінде радиациядан зардап шеккендердің саны 500 миллион адамға жетті. Семейде жүргізілген алғашқы ядролық сынақтан кейін-ақ осы өңір халқының арасында түрлі аурулар көбейе бастады. Әсіресе қатерлі ісікке ұшыраған науқастардың саны күрт өсіп, дүниеге әртүрлі кемістігі бар сәбилер келе бастады. Жер құнарсызданып, құрамында темір, мыс, магний сынды металдардың мөлшері артты. 1989 жылы белгілі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов бастаған Невада-Семей қозғалысы ядролық сынаққа қарсы алғашқы митингісін өткізді. КСРО мен ақш президенттеріне жариялаған үндеуде сайын даламыз ядролық жарылыстардан қалтырап бітті. 40 жыл ішінде бұл арада мыңдаған Хиросималар жарылды. Біз келешекті қауіппен күтудеміз. Қазақстандағы ядролық қаруды тоқтату үшін, өз құқықтарымыз үшін күресу мақсатында біз Невада-Семей қозғалысын құрдық делінген. Осындай қарсылықтардан кейін Кеңес үкіметі жарылыстарға мораторий жариялады. Кейін 1991 жылдың 28 тамызында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлық шығарды. Президенттің осы әрекетінен кейін Ресей мен ақш-тағы, Франциядағы ядролық сынақтардың да жарылыстары тоқтатылды. Қазақстан Семей сынақ алаңы жабылған сәттен бастап, адамзат тарихындағы ең зұлмат сойыл ядролық қарумен күрестің көшбасшысы атанды. Семей сынақ алаңы жабылған 29 тамыз Біріккен ұлттар ұйымының қарарымен ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні ретінде жарияланды. Оқушылар, мәтінді мұқият тыңдаған болсаңыздар, тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Тыңдалған мәтіндегі автор позициясын талдай отырып, көтерілген мәселені және мәтіннің негізгі ойын анықтап, төмендегі кестені толтырыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауап нұсқасымен таныс болайық. Мәтінде көтерілген басты мәселе. Қоғам қайраткері, жазушы Олжас Сүлейменовтің Невада-Семей қозғалысын құрып, КСРО мен ақш президенттеріне үндеу жариялауы, тұңғыш президенттің Семей полигонын жабу туралы жарлық шығаруы, және Қазақстаннан басқа да елдерде
жүргізіліп жатқан ядролық сынақтарды тоқтатуына алғашқы болып септігін тигізуі. Автор позициясы: Қазақстанның ядросыз әлем құрудағы қоғамдық саяси көшбасшылығын таныту. Негізгі ой: Қазақстанның өз аумағында ғана емес, бірқатар әлем елдеріндегі сынақ алаңының жабылуында көшбасшылық рөл атқарғаны. Елінің жанашыры Олжас Сүлейменовтің ерен еңбегі. Оқушылар, сіздер тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Келесі бөлімімізде зерттеп оқу стратегиясын қолданып, заманай атты Невада-Семей антиядролық қозғалысы гимні мәтінін оқыңыздар. Зерттеп оқу стратегиясын есімізге түсірейік. Зерттеп оқу стратегиясы мәтіннің астарлы ойын, автордың көзқарасын, мәтіндегі көтерілген мәселені зерделеп, ажырата оқу. Ән мәтінін оқыңыз. Заманай: Ұлдарыңның қайда кеткен құрығы, қыздарыңның қайда кеткен бұрымы, мейірімге зарықтырған заманай, 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 туған жердің лайланды тұнығы, қайран елім, қайран жерім қор болған, жомарттығы сор болған, жарылыстан көз ашпаған даламай. Неге біздер у ішеміз суаттан, неге біздер ажыраймыз тұяқтан, туған жерді тоздырғанша заманай, 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 неге жерге кірмейміз біз ұяттан. Қайран елім, қайран жерім қор болған, жомарттығы сор болған, жарылыстан көз ашпаған даламай. Қираттықта ата-баба мазарын, қасіреттің тарттық енді азабын, қоң етіңді ойып берген заманай, 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 көсілетін көрпен қайда қазағым. Қайран елім, қайран жерім қор болған, жомарттығы сор болған, жарылыстан көз ашпаған даламай. Ән мәтінін түсініп оқысаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтін бойынша көркемдегіш сөздерді орынды пайдаланып, өлеңде көтерілген мәселелерді табыңыздар. Көркемдегіш сөздерді орынды пайдаланып, автор позициясын анықтаңыздар. Көркемдегіш сөздерді орынды пайдаланып, автордың негізгі ойын атаңыздар. Олай болса, тапсырманы дұрыс жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Өлеңде көтерілген мәселе: қоғамның кереғарлығы, оның Қазақстан деген алып та момақан отанына орталықтан жасалып жатқан қиянат, жұртының өксікті қасіреті. Автор позициясы: бүкіл бір заманның, бір дәуірдің зары мен мұңын, шындығын жеткізу. Автордың негізгі ойы: оқырманның түйсік сезімдерін ойға, терең тебіреніске шақырады, соған жұмылдырады. Оқушылар, сіздер тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Енді сабағымыздың келесі бөлімінде тыңдалым және оқылым мәтіндерінің ортақ және өзіндік ерекшеліктерін талдайық. Ол үшін тыңдалым мәтіні мен оқылым мәтінінің тақырыбын, стилін, тілдік ерекшелігін және өзара ұқсастығын анықтайтын боласыздар.
тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауаптар нұсқасымен салыстырып көрейік. Тыңдалым мәтінінің тақырыбы Қазақстанның ядролық қарумен күрестегі көшбасшы атануы. Оқылым мәтінінің тақырыбы Қазақ елінің көрген қиянаты, халықтың жан айқайы. Тыңдалым мәтінінің стилі публицистикалық. Оқылым мәтінінің стилі көркем әдебиет. Тыңдалым мәтініндегі тілдік ерекшеліктер ақпарат беру мақсатындағы тілдік оралымдардың тиімді қолданылуы. Оқылым мәтінінің тілдік ерекшеліктері ұйқасқа құрылған, көріктеу сөздер қолданылған, риторикалық сұраулар келтірілген. Үй тапсырмасы. Тілдегі көркемдер құралдарды пайдаланып, рафт әдісімен жазба жұмысын орындайсыздар. Егер ақын рөлін таңдайтын болсаңыздар, ядролық қаруға біз қарсымыз тақырыбында көпшілікке арнап өлең жазасыздар. Табиғат жанашыры рөлін таңдайтын болсаңыздар, табиғатты аялайық бәріміз тақырыбында жастарға арнап үндеу жазасыздар. Егер президент рөлін таңдайтын болсаңыздар, қауіпсіздік кепілі бейбітшілік тақырыбында халыққа арнап аргументативті эссе жазасыздар. Балалар, бүгін біз оқу мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Біз бүгінгі сабақта мәтінде көтерілген мәселені автор позициясын талдай отырып, негізгі ойды анықтадық. Белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын жүйелі қолдана білдік. Белгілі бір тақырып аясында тілдегі көркемдік құралдарды орынды пайдаланып, көркемдеу, айшықтау, дәлелдеу сөздерді сұрыптай жаза білдік. Балалар, бүгін сіздер тыңдалым мәтінінде әні Төлеген Мұхамеджановтың және сөзі Ұлықбек Есдәулетовтың Заманай әнінің мәтінімен таныс болдыңыздар. Олай болса, сабағымыздың соңында Невада Семей қозғалысының гимніне айналған Заманай әнін тыңдауға шақырамын. Ұлдарымның қайда кеткен қорығы, қыздарымның қайда кеткен бұрымы, мейірімге зарықтырған заманай, 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 туған жердің лайланды тұнығы. Жарылыстан көз ашпаған даламай, қираттықта ата баба мазарын, қасиеттің тарттық енді